Құрметті қазақтар, қарысыз өмірге ұмтылайықшы. Мен де өте қарапайым отбасынан шықтым. Әрине, кейбір кезде нәпсі оянып кетіп, бәрі істеп жатыр ғой, анау да істеп жатыр, намазхан болып жүр. Қазір шотымызда ақша тұрса да, біз ертеңді ойлап тұрамыз. Енді қараңыздар, фокусты ауыстыру дедік, иә. Енді келесі нәрсе, сіз, мен қазір мына нәрсені айтамын да, тағы айтамын, ауырып айтып қою мүмкін, ренжіп қалмаңыздар, түсініңіздер, просто максимально менің шырылдағанымды түсініңіздерші. Мен өзімнің бүткіл сабақтарымда, осы басталғалы ешқандай сабақтарымда рассрочка, ред, тағы бар, каспи, бірдеңе деген нәрселерді қоспаймын. Егер қоссам, әрине, менің курстарым кішкене қымбаттау, арзан емес, яғни көбірек сауда болатын еді, көбірек продажа болатын еді, сатылым болатын еді. Бірақ сатылым көп болсын деп, ондай нәрсені істегім келмейді. Бірақ ондай нәрсені істемегенімнен мен кедей болып қалатын жоқпын. Ондай нәрсені істемей қалғанымнан болмай қалады, сатылым болмай қалады деген шайтан салған қорқыныштан менің ақшам азайып жатқан жоқ. Альхамдулилля деп айтайын. Әрине, кейбір кезде нәпсі оянып кетіп, бәрі істеп жатыр ғой, анау да істеп жатыр, намазхан болып жүр, анау да істеп жатыр деген ойлар келеді, бірақ астағфирулла, істемеймін деп бекіндім ба, өз-өзіме уәде бердім ба, Аллаға уәде бердім, мен бұл істемеймін деген сияқты шешімімізге келген кезде Алла басқа жағынан байта береді ғой. Шынымен де осыған көзім жетті миллион рет. Шешімді өзіңіз қабылдайсыздар, просто мен өзім істемейтін нәрселерді айтып жатырмын. Қараңызшы, давайте рассрочка деген нәрсені алайық. Мысалы, Каспирет па или рассрочка ма? 9 ай, 3 ай, 6 ай. Тағы бар, банктерден алатын, білмеймін. 12 айға алдық деп айтайықшы. Окей, біз ойлаймыз, үстінде проценті жоқ, тек қана рассрочка алдық деп ойлаймыз, иә. Сіз мысалы 100 мың теңге бір зат алатын болсаңыз, оны 12 айға бөліп құтылам деп ойлайсыз. Сіздің мойныңызда болды, құтылам деп алдыңыз ба, болды, сізге қарыз ол. Сіздің действительно мойныңызда қарыз болып тұр. Мойныңызда. Енді қараңызшы, Алла сақтасын. Сіз де, біз де тіпті ертең бір күннен кейін не болатынын білмейміз. Білмейміз оны не болатынын. Кімнің тағдырына қандай нәрсе жазылды. Бір күннен кейін өліп қаламыз ба, бір аптадан кейін 12 айға жетпей біз өліп қаламыз ба, біз білмейміз. Где гарантия? Кім біреу Алламен договор жасап қойған жоқ қой, ешкім, иә? Ешкім Алламен договор жасаған жоқ. Ешкім білмейді қашан өлетінін. Сол 12 айға дейін жеткізбей өліп қалатын болсақ, Алла сақтасын әрине де. Бірақ сөйтіп өліп кететін болсақ, анау қарыз біздің мойнымызда кетеді. Қарызбен өліп кетудің үкімін мен оқып көрген кезде мен шошыдым кәдімгідей. Алла сақтасын ондай қарыз өліп кетуден. Қанша жерден менен кейінгі қалған отбасым, болмаса менің бала-шағам, бауырларым ол қарыздың мойындарына алып құтылған күннің өзінде де, ол дүниелік сипатында да осы дүниедегі қарыз құтылады екен де, бірақ ары қарай мен бәрібір қарыз деген мойныма арқалап кетеді екен. Осы нәрсені естіген кезде мен қатты қорықтым да, сол күннен бастап рассрочка болса да, үстінде процент жоқ болса да, я Раббым, қарыз деген нәрсеге мені жолатпашы деп мен дұға сұратымды бекіндім кәдімгідей. Әйтпесем, мен ешқандай байдың қызы емеспін. Мен аспаннан салбырап түскен жоқ. Мен ешқандай министрдің қызы емеспін. Мен ешқандай бай, маған бір көмектесетін ондай бай таныстарым да жоқ шынымен де. Просто соған қазір тағы да көзім жетті. Әлі де миллион көзім жетіп келе жатыр. Қаншалықты бүткіл байлықтың барлығы Алланың екеніне сенеміз. Мысалға біз ауа, иә, кәдімгі ауасы бен біз қазір ауаны жұтып отырмыз. Бірақ таусылмайды ғой ауа. Анау да алып жатыр ауаны, анау да алып жатыр, бәрі жұтып жатыр. Жұрттың бәрі ауаны жұтып жатқаннан ауа таусылып жатқан жоқ қой. И ауа таусылады деп біз ойламаймыз, ол мышлениемізге кіріп те шықпайды біздің ойымызға. Ақша да немесе байлық та тура сол сияқты. Қашан біз байлық бәрімізге жетеді. Өйткені Алланың байлығы шексіз, аспан мен шеті жоқ теңіздер сияқты шексіз Алланың байлығы. Алла шексіз байлықтың иесі. Ол таусылмайды. Қанша жерден тура менің клиенттерімді алып, біреу алып кетіп қалса да, или мен бастап жатқан бизнесті тағы біреулер бастап жатса да, конкуренттерім көп болды деп ойлап жатсам да, именно маған бұйырған нәрсесі, маған бұйырып қойған, мен табағыма бұйыру керек болған Алланың байлығы, ол маған бұйырады бәрібір деді. Яғни қашан біздің ойымызда тура ауа сияқты таусылып қалады ау мынау. Ертеңгі күн не болады? Мысалы біз бүйтеміз ғой. Қазір шотымызда ақша тұрса да, біз ертеңді ойлап тұрамыз. Иә? Қазір шотымызда мысалы 100 мың теңге болса, 1 миллион теңге тұратын болса, бір ертең не болады екен деп запасқа айтып ұстап тұрамыз да. Мысалы ауаны ертең не болады деп ойламайсыз ғой. Бүгін ауаны жұтып алып жүрсіз, ертең қандай ойласаңыз деймін, ертеңге деп запас ауа істеп қою керек еді. Воздух ертең бола ма екен, болмай қала ма екен деген сияқты бізде страховка болмайды ғой. Болмаса өскен кезде ертең бала-шағалармен қандай ауа жұтады екен, оларға ауа жетпей қалмай ма екен деп ойламаймыз ғой біз. Неге? Біз явно білеміз, что ауаның жететін, иә, бәрімізге. Қашан біздің мышлениеміз байлық та дәл сондай ауа сияқты. Алла қалайтын болса, бәрімізге жеткізіп қояды. Маған да, менің бала-шағама да, менің ертеңіме де, бүгініме де Раббым қаласа, ол жеткізеді. Лучше қалай ойлаймын, яғни қалай жеткізсем екен, ертеңім не болады деген уайымның орнына, мен лучше Аллаға жағынуды ойласам, бүткіл байлықтың иесі ол ғой енді.
байлықтың бүткіл байлықтың патшасына мен соған жағынуды ойлайтын болсам, онда менің крышам бар ғой. Байлық жағынан менің крышам бар. Ауа сияқты ол да таусылмайды до конца жизни. Даже менің бала шағама дейін, если мен Алланың любимчигі болатын болсам, болмаса білмеймін, Алладан осы бір дұғам қабыл кететін болса, ақшаға байланысты, мышлениеге, байлыққа байланысты мен осындай нәрсеге сенімім анық орнайтын болса, онда мен қорықпаймын деген сияқты. Вот қарашы, ауа таусылып қалмайды ғой. Тура сол сияқты ауа таусылмайды, ақша да таусылмайды деген сенімге жеткен кезімізде ақша таусылмайтын болады екен. Иншалла, біздің өмірімізде. Сізге керек ақша, маған керек ақша. Яғни тағы да айтамын, біздің миымызда ақша таусылып қалады, кедей болып қаламын, яғни страх бедности, страх остаться без денег, банкрот болып қаламын, жүрген нәрсем жүрмей қалады, бала шағам кедей болып қалады, жетпей қалады деген осындай байлыққа байланысты қорқыныштарды на самом деле ауызбелектер салады екен. Маған да бұны да мощный бір ұстазым айтты. Енді қараңыздаршы, Құранда мынандай нәрсе бар екен да. Құранда мынандай аят бар. Орысшасы «Я даю вам то, к чему вы стремитесь». Нәжім сүресінде. Яғни сендер не нәрсеге ұмтыласыңдар, мен соны берем дейді екен да Алла Тағала. Кім не нәрсеге ұмтылып жүр? Яғни басында мен не туралы айттым ғой сіздерге, ұмтылып жүрмін. Ұмтылысыңыз, сіздің ішкі ұмтылысыңызды Алла біледі. Мен қарызсыз өмірге ұмтыламын деп ұмтылған сайын, тырмысқан сайын, сол тырмысқанымызға қарай нәтижесін алады екенбіз Алладан. Алланың өзі бұл нәрсені уәде беріп тұр бізге. Сондықтан да эфир болсын, сабақтарында болсын, құрметті қазақтар, қарызсыз өмірге ұмтылайықшы. Әрине, отырып алып өзің ақшаң бар айтуға оңай деп ойлап отырған шығарсыз. Тағы да айтамын, ешкім гарантия бере алмайды. Адам баласына ешқандай гарантия бере алмайды. Және тағы да айтамын, біздің не нәрсеге қазір ие болып жүрген болсақ, біздің ойларымыздың жемісі. Әркім өзінің ойының, әркім өзінің ниетінің, намерение деген нәрсе, ниет деген нәрсе көп нәрсені шешеді. Осы ниетінің, пейілінің, ойының, аузынан шыққан сөздеріміз, біздің әрбір сөзіміз дұға, осы сөздерінің және привычкаларының, әдеттерінің, дағдыларының, әрекеттерінің жемісін алып жүр қазір. Қазір сіздің өміріңіз қандай? Тура сол осындай ой, сөз, әрекеттеріміздің жемісін алып жүрміз. Сондықтан да деп өзімізді кінәламаймыз, бірақ оказывается өзім екен ғой деген сияқты. Жоқ, мына нәрсені біліңіз, сіз ештеңеге кінәлі емессіз. Есіңізде болсын. Прям запомните. И просто шешім қабылдаңызшы. Просто шынымен де. Мына сабақ қазір біріншісінде біртүрлі көрінуі мүмкін сізге. Старайтесь 2 рет тыңдауға, 3 рет тыңдауға. Яғни біздің сознание деген кішкентай ғана бір 5% санамыз бар. Қалғанның барлық 95% ол түпкі сана. Өзі айтып тұр, түпкі сананың түбінде деп, подсознание деп тұр ғой. Яғни біз подсознание деген нәрсеге, яғни түпкі сана деген нәрсе, ол проценті көп болғаннан кейін оның күші көп. Біз санамыз арқылы түпкі санаға усиление, күш салу арқылы мынаның күшін пайдалану, мына 5%-тік сананың күшін пайдалану арқылы біз мынаған әсер ете аламыз. Қалай? Күнде бүйтіп оған күш салу арқылы, күнде айту арқылы, күнде істеу арқылы, дағдыларымыз арқылы. Адамның күнделікті дағдылары, әдеттері, привычкалары, ежедневный привычка. Вот осы нәрсе қандай болса, ақшаға қатысты айтып жатырмын, байлыққа қатысты. Қандай болса, демек оның мышлениесі сондай. Демек, бүгіннен бастап өзіңіз әрқайсыңыздың ішіңізде, сіздің атыңыз Айгүл ма, Айнұр ма білмеймін. Мысалы, мен ба, 2 балқия бар. Давайте сіздерге задача. Әркім өзінің, мысалы, Айнұр ма, 2 Айнұр бар. Бай балқия, кедей балқия. Бай мышлениедегі балқия, кедей мышлениедегі балқия. Кез келген бір шешімді қабылдайын деп жатқан кезде өзіңізден сұраңыз. Вот тапсырма сізге күшті, мощный бір практика береді бұл нәрсе сіздерге. Бірдеңені жасайын деп жатқан кезде бұл бай балқияның ойлап жатқан мышлениесі ма, или кедей балқияның мышлениесі ма? Так, өзімнен сұраймын всегда. Так, бұл бай балқиянікі ма, кедей ме? Өйткені мен де өте қарапайым отбасынан шықтым. Мен де бір шылқылған байдың отбасынан шыққан жоқпын. Мен ауылдың жерінен шықтым да, бірақ көзім қазір жетті. Көзім күннен күнге жетіп келе жатыр. Оказывается, мына мышлениені қаншалықты кәдімгідей барынша көбейткен сайын, масштабировать еткен сайын, ешкімнің өміріне ешқандай уымды шашпай, негативімді шашпай, Алланың тыйым салған нәрселерден тыйылып, рұқсат берген нәрселерін қана істеп, барынша Алланың берген саналы ғұмырын, энергиясын, уақытын, маған берген күш-қуатын, өзімнің өмірімді, өзімнің мінезімді, өзімнің характерімді, барынша мышлениемді дұрыстауға жұмсаған сайын, арнаған сайын, альхамдулилля, өмірім дұрысталып келе жатыр. Өмірімнің сапасы,
комфорт өмірім дұрысталып келе жатыр, аллаға шүкір. Өмірім күннен күнге комфортқа айналып бара жатыр. Сосын көзім жетті, өзіміз екен ғой деген сияқты. Тіпті бір эфирде, бір жерде, көпшілік эфирде отырсаң, адамдар комментарийде бір ауыр сөздерді жазып жатады, иә. На самом деле ішінде болі бар адам ғана біреуге бой сыйлай алады ғой, иә. Сондықтан да просто алыңыз да, вот осы эфир бір түрткі болсын, может жасап та жүрген шығарсыздар, иә. Просто осы эфир тағы да бір есіңізге түсіріп қайталау болсын. Бүгіннен бастап усиленно өзіңізді, әсіресе мышлениеңізді, байлар мышлениесіне қарай сүйреңіз.